Сәлем достар, мына менің саяжайымдағы демалыс аймағы. Осы жерді жаңадан демалыс аймағы етуге шештік, себебі тапшаға қарама-қарсы болады. Сондай бір ыңғайлы екен, және көлеңке түсіп тұр. Мына әткеншек осыдан 3 жыл бұрын жасалған. Өзіміз жасадық бұнда. Ол үшін мынандай екі қада алып, құрастырып, мында екі крючокпенен арқанмен байлап, мынаның бәрін қолменен құрастырдық. Барлығы болтпен, шегемен, шеге жоқ бұл жерде, болтпенен бұралып жасалған дүние. Енді мына неміз әткеншектің орындығы лагы кетіп қалыпты. Осыны қазір мен қайтадан лақтап қоямын. Ең алдымен былай сүртіп шығайын. Шаңдарын құрғақ тряпкамен сүртіп шығамын. Мінекей достар, менде мындай лак, арнайы ағашқа арналған сондай жылтыр лак. Осыны жағып шығамын. Лак бір жағынан жылтыр әдемі көрсетсе, екінші жағынан бұл ағашты қорғап тұрады. Шіріп кетуінен кішкене де болса сақтайды. Қолдарыңызға міндетті түрде осындай краскамен жұмыс істеген кезде қолғап кию керек, достар. Саяжайда тұрған соң біз бұндай дүниенің бәрін қаладан алып келеміз де. Ал менде сол қолғап қалмай қалыпты. Қалаға шыққанда оны алып кеп қоямыз. Біз негізі көшпенді қазақпыз ғой. Қыста пәтерде тұрамыз, жазда осы саяжайда тұрамыз. Өзім балалар оқуда, бірақ мен көшіп келіп алдым. Осы аптадан бастап көшіп келіп, осы тұрып жатырмын енді. Себебі мынандай құстардың дауысы, таза ауа, жан-жағыңды қоршап тұрған бетон қабырға жоқ, сондай ашық. Керемет қой саяжай деген. Келсең кеткің келмейді. Содан кейін шаршамайсың. Саяжайдың бір жақсы жері шаршамайсың. Аяққа галошты киіп алып жүре бересің. Өздеріңіз де байқаған шығарсыздар. Ары-бері өтіп жатқан көлік деген жоқ. Анда-санда бір өтеді. Тып-тыныш. Құстардың сайраған дауысы. Осы саяжайда отырып, жүріп, мен шығармашылық қабілетім ары қарай кеңейіп жатыр, достар. Мен сіздерге тағы бір қабілетіммен бөлісіп қояйын. Былтыр қазан айында менің кітабым шықты. Алғашқы повесть Мерей деген кітабым шықты. Сол кітапты осы саяжайда отырып жаздым. Сондықтан бұл саяжайдың мен үшін орны ерекше. Тек қана егін егу емес, әсіресе ең басында осы саяжайды алғандағы мақсатым бір шетінен ұл балаларды кішкене жұмыс істесін деген мақсат болды. Және екінші мақсат тыныштықта отырып, тынығып отырып, шығармашылықпен айналысу үшін алған едім, достар. Мінекей, соның жемісін көріп жатырмыз. Былтырғы кітабым шықты. Дәл қазіргі таңда кітап Меломан дүкендер желісінде және Каспий дүкенінде сатылып жатыр. Жеткіншек қыздың өмірі жайлы ғой, соның бой жеткені жайлы. Ал достар, осы лак енді қазір астына бір жағып шығам. Осы лак кепкеннен кейін үстіне тағы бір қайтара жағып шығам. Мінекей достар, 3 сағат интервал жасап, тағы бір қабат жағып шықтым.
Енді ертеңге дейін кебуін күтеміз. Мінекей достар, бір күн өтті. Әткеншек кепкендегі түрі осылай болды. Енді мен осы әткеншекті екі шетіне гүл отырғызбақшымын. Мынандай гүл сатып алғанмын. Кішкене солыңқырап тұр. Мына гүл қоңырау гүл деп аталады, және мынау кәдімгі петуниялар. Енді осы екі гүлді кішкентай болса да екі әткеншектің екі жағына отырғызып, айналасына петунияларды отырғызып көрейін деп жатырмын. Ендігі жоспар көлге барып құм әкелейін. Содан кейін ол құммен не істейтінімізді ары қарай бірге тамашалайық. Ал достар, маған керегі мынандай бір шелек, қолғап және мына құмды бір көл жағасынан алғанға керекті ыдыс кеттік. Мінекей достар, көлге осылай жүріп келеміз. Көлде құм жоқ сияқты ғой. Су бері қарай шығып кетіпті. Жерде бір рыбак отыр. Ал көлдің құмын қайтеміз ал енді. Неде болса түсіп, қазір жағасын іздеп көрейік. Мінекей достар, мына біздің көл. Мына жерде құм бар екен. Құмға барып келейік. Осы құмнан аламын қазір. Сондай бір керемет таза емес, бірақ болады. Топыраққа араластырғанға болады. Бір шелекке жуық құм жиып алдым. Енді үйге қайтамыз. Суымыз құм, мына жерде көң шіріндісі бар. Енді іске кірісейік. Мен осыны бір мына жерден және мына жерден отырғызып қояйын деп тұрмын. Екі жақ теңдей болсын. Ойбай, мынаны мен қаза алмайтын сияқтымын ғой. Гүл отырғызатын орнымыз осы. Қазып қойдым осылай. Топырақ өте қатты. Менің гламурный қолғабым қалай екен. Осыған енді мен бұлай құм себемін. Құм бір жағынан ылғалды ұстап тұрады. Және топырақ жаңағындай қатты болып кетпеуін қамтамасыз етеді. Достар, құм септім, көріңіздер. Енді мынандай көңнің шіріндісін себем. Мен көңімді көрдіңіздер ме? Осылай болып тұр. Шірінді, ана таңқурай жайлы салған видеомда айтып өткенмін. 3 жыл тұрған шірінді. Ешқандай да зиян жоқ, керісінше өте жақсы тыңайтқыш. Осылай топырақты құнарландырып аламын. Енді мынандай плодородная почва дейді ғой осыны. Қазақшасы қалай болады оның? Құнарлы топырақ қой былай айтқанда. Топырақтың беткі беті әрдайым құнарлы болады. Сол құнарлы топырағынан өзінің табиғи топырағымен араластырған. Осының бәрінен достар бұлай араластырам. Енді осы жерді қазір ортасына қоңырау гүл егемді, айналасына жаңағы петуниялар егемін. Содан кейін су құйған кезде бетіне жайылып кетпес үшін кішкене осылай шұңқыр қылып етемін да отырғызатын орында.
жақсылап тұрып араластырамыз. Кәдімгідей не бар ғой, палаудың еттің сәбізін қуырасын ғой, сол сияқты қылып араластыру керек қой. Армансыз араластау деймін. Осыған енді гүлімізді отырғызамыз. Қатып қалған топырақта бір жағынан су сіңбей қалады ғой. Сондықтан осы құмды өзеннен алып келген себебі. Мінекей, мына гүлді ортасына отырғызсам былай. Содан кейін менде 16 гүлдің 8-ін былай отырғызам. Қазір көрейік сиғанша. Сиғанша көрейік. Байқұстар солып-солып қалыпты. Күннің ыстығына шыдай алмады ғой. Бізде 35 градус. Достар, 4, 5, 6. Осылай дұрыс па? Осылай бола берсін 6 гүл. Потом бұны, кейін бұларды тағы мен былай қиып тұрамын. Бастайым, бит. Қазайын. Қараңыздар, тамыры қалай қысылып тұр байқұстың. Тамырын енді мен түп жақтарын былай неғып жүрейін, жайып. Тамырларын былай жайып жүрейін. Қатты шошып қалмасын. Қатты тисе бермей. Жаяйын. Мінекей, достар. Отырғызамыз. Құтты қонысына отырғызамыз гүлімізді. Қоңырау гүл деген гүл. Орысша атау колокольчик дейді екен. Бағана солып қалып еді. Ыстықтан су құйып жібергем ғой. Дереу тіріліп жатыр, қарамайсыз ба? Бұл гүл негізі көп жылдық екен. Енді петуниялар кетті. Петунияның тамыры аса керемет дамымаған, бірақ бар алып кетеді. Енді мына гүлді мен былай қиып тастаймын. Гүл ары қарай өсу үшін, жайылып өсу үшін былай басын қиып тастайды. Мына гүлді алып тастайды. Себебін айттым ғой, жайылып астынан жаңа өскіндер пайда болу үшін. Ал енді суымызды құяйық бұған. Су сіңе берсін, мен әзірге әткеншектің екінші жағына гүлдің орнын дайындаймын. Мінекей достар, екінші орнымыз, гүлдеріміз. Тура жаңағындай көрсеткендей етіп дайындадым бұл жерінде топырақтарын. Енді егеміз. Ал достар, аз ғана жұмыстан соң біздің әткеншегіміз осындай түрге ие болды. Екі жағында екі гүл өсіп тұр. Әрине, бұл енді идеалды әткеншек болу үшін әлі бірталай жұмысты қажет етеді. Енді гүлдер жайқалып өссе, содан кейін алдын толық бір ретке келтіргеннен кейін мен мына галошымды шешіп, әдемі көйлегімді киіп,
әткеншекте дем аламын. Достар, сіздерге осы видео ұнаса, лүпіл басыңыздар және пікір қалдырыңыздар. Сіздермен болған Айнұр. Келесі кездескенше күн жақсы болсын. Маса!